Қалеке? Пап? Ассалаумағалейкум. Мұнда бір гай ұстап қалған еді. Сөйлесе аласыз ба? Гай деймін. Газ бермейді. Алло, Қалеке. Қапына өшпейтін кезде өшіп. Жол патрульдік полициясы, аға лейтенант Жаныбек. Құжаттарыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Брат, асықса едім, ренжімесең. Жібере салшы. Сен неге осы өмірі асық-асықта жүресің? Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Үнемі асық-асықта жүресің? Біз таныспедік. Танымадың ба мені? Таныдым, брат. Өзіміз екенсің ғой, жүре берейін. Білесің ба? Осы аптада мен сені 3-ші рет ұстап тұрмын. Түсініп тұрмын. Ренжімеңіз, жүре берейінші. Жүре бермейсіз. Құжаттарыңызды беріңіз, тіркейміз. Құжат болғанда полковник Мамыровтың інісімін ғой. Қайтейін інісі болсын? Бізде полковниктің інісіне деген заң жоқ. Заң ортақ бәрімізге. Жоқ, брат, білесің ғой, бірақ звонок тема шешіледі. Ұялмайсың ба, қайта-қайта звондауға көкеңе? Енді звонок қызбай-ақ қойсай. Көп сөзді қойыңыз, құжаттарды әкеліңіз. Жарайды. Аға, бәрі түгел онда, нормально. Жүре берейінші, өтініш. Қазір. Асықпаңыз. Протокол толтырамыз? Толтырғанда. Көліктен түсіңіз. Аға. Жүріңіз. Ағас. Командир. Қоя тұршы, командир. Кеш сөйлесейікші, бауырым. Ағас, осы жерде шеше салайық тірлікті. Нені? Бауырым, бұндай әңгімеңді басқа жерге бармайдың. Түсіндің ба? Отыр көлікке. Аға. Отыр. Не кетті өзі? Аға, айттымын. Бір жола кешірш, енді қатты жүрмеймін. Сен кеше ғана айтып едің ғой маған, қатты жүрмеймін деп. Әлде сөзіңде тұра алмайсың ба? Сөзіңде тұра аламын. Тұрсаң жүрмейсің ба? Жүремін ғой, братан. Жазбай-ақ қойшы протоколды. Сен өзің ойлашы, осылай қатты жүрген кезде біреу-міреуді соғып кетсең не болады? Ой, брат, Құдай сақтасын ондай. Құдай сақтансаң сақтайды. Аға, шынымды айтсам, көліктің ішінде балам отыр еді. Мектепке жарысқа бару керек еді. Тренерлер звондап жатыр, міне соткам өшіп айтайын десем. Балаң бар ма? Иә? Жақсы ма балаң болғаны? Әрине жақсы, қызық сұрақ екен. Нешеде балаң? 6-та. 6-та ма? Иә. Менің де балам тірі болғанда биыл 6-ға толар еді. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Сен сияқты біреу қатты келе жатып баламды машинамен қағып кеткен. Осыдан 1 жыл бұрын. Көз алдында ойнақтап жүрген баламнан айырылып қалдым. Бауыр еті балаңнан айырылған қандай қиын, түсінесің бе? Түсінем ғой аға, түсінем. Түсінесің, е? Оны басынан өткен адам ғана түсінеді. Содан аңырап қалдық. Сол менің баламның онда сен балаңда болуы мүмкін еді ғой. Пап! Саған айтып отырмын. Естіп отырсың ба? Иә. Түсіндің ғой мені? Түсінім. Сөзсең солай. Соңғы рет ескертем. Бар. Бірақ жай жүр, жарай ма? Иә. Болды, бара бер.